Сәлем достар! 2026 жылы упрещенка режимінде қалу үшін не істеу керек? Осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеода барлығын толық айтатын боламын. Түсінбеген жерлеріңізді комментарийға жазсаңыздар болады. Мені қолдап лайк басып отырыңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен осы сайтқа кіреміз. Бұл сайтты төменге белгілеп кететін боламын. Сол арқылы кірсеңіздер де болады. Осы жерден көрсетілген океттердің арасынан өзіңіздің окетіңізді таңдап аласыздар. Мына жерде көптеген океттер көрсетілген, барлық окет, яғни егер сіздің окетіңіз осы жерде сәйкес келсе, рұқсат етілген океттерге ары қарай жалғастыра аласыздар. Ал егер сәйкес келмесе, сіздерге басқа окетке өтуге тура келеді. Осы сайт арқылы толық көрсеңіздер болады. Мына жерде барлығы көрсетілген. Мысалы, мына окет 46763 деген, бұл ары қарай жалғастыра алмайды, басқа окетке өтуге тура келеді. Ал менің жағдайымда қазір сіздерге көрсетейін. (96.090) Мен ары қарай жалғастыра аламын. Сондықтан ары қарай жалғастырып кете беруіме болады. Енді келесі біз салық төлеушінің кабинетіне кіреміз. Бұл жерге өзіміздің ЭЦП ключіміз арқылы кіруге болады. Бұл біздің салық төлеуші кабинетінің жаңа сайты. Осы арқылы кірсеңіздер болады. Енді осы жерден жоғарыда көрсетіліп тұрғандай құжат тапсыру деп тұр. Осы жерде сарымен көрсетіліп тұр. Құжат тапсыру батырмасын басамыз. Келесі бізде төменге түсіп, бөлімдердің арасынан 4-ші бетке өтетін боламыз. 4-ші бетке өттік. Енді кішкене жоғары көтеріп, қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама деген бөлімге өтеміз. Бірінші көрсетіліп тұрған. Енді осы жерден тапсыру батырмасын басамыз. Қолданылатын салық режимі туралы хабарлама, тапсыру. Келесі бізде салық төлеушінің бір салық режимінен басқа режимге көшу туралы ақпарат деп тұрады. Осы жерден көшу туралы, яғни оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режиміне, келесі шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режиміне, және жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке. Осы жерден таңдап алатын боласыздар. Яғни упрещенка менің жағдайымда. Егер сіздер 2026 жылының 1 наурызына дейін көшпесеңіздер, онда жалпыға бірдей салық режиміне автоматты түрде өтетін боласыздар. Сондықтан ол уақытқа дейін, яғни 1 наурызға дейін көшіп алыңыздар. Мына жерде упрещенка, яғни оңайлатылған деген. Келесі төменгі жағында себебі бойынша деп тұр. Бұл жерден ерікті шешім қабылдау, яғни осыны басамыз, белгілеп кететін боламыз. Төмендегі келесі деген батырмаға өтетін боламыз. Басамыз келесі деген батырманы. Енді осы жерде салық төлеушінің жауапкершілігі деп тұр. Осыны оқып шығамыз. Салық салу режимін таңдау. Таңдау мен оны қолдану шарттарына, сондай-ақ салық кодексінде белгіленген оны қолдану басталған күнге сәйкес жүзеге асырдым. Жүзеге асырдық немесе көпшілік түрінде айтылған. Осыны белгілейміз. Келесі төменгісінде белгілейміз. Мен осы хабарламада көрсетілген мәліметтердің сондай-ақ таңдалған салық салу режимінің дұрыстығы мен толықтығы үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауап беремін. Осы екеуін таңдаймыз. Таңдаған соң мына жерде сіздің қалаңыз автоматты түрде шығатын болады. Енді төменгі жағындағы құрастыру батырмасын басамыз.
Енді мына жерде осылай бізге толық шығарып тұрады оң жағында. Осының барлығын дұрыстығына көз жеткіземіз. Мына жерді көріп шығатын боламыз. Дұрыстығын толық көріп шықсаңыздар болады. Енді келесі біз қол қою және жіберу деген батырманы басамыз. Мына жерде бізде барлығын шығарып тұрады, қандай режимге өтіп барлығын. Осы жерден қол қою және жіберу батырмасын басамыз. Енді осы жерден кілтті таңдап қол қоятын боламыз. Қол қою батырмасын басамыз осы жерден. Келесі бізде құжаттар жіберілді деген хабарлама келу керек сіздерге. Құжаттардың арасында менің құжаттарым деген батырмаға өтеміз. Бөлімге өтеміз. Мына жерден салықтық өтініш деген бөлімге өтетін боламыз енді. Мына жерде бізге көрсетіліп тұрады. Жаңағы біздің жіберген хабарламамыз қабылданды деп тұрады. Осылай толық өтетін боламыз. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.